көшенің бәрі мен су батпақ болады. Мына Абай көшесі. Сен Абай көшесінен шықсаң түгел. Мына балаларым 5 бала бар, 5 немере ұлым қолымдамын. Тура көтеріп өткізесің, ана жаққа апарасың, мектепке апарасың. Келіп айтсаң, я қазір дейді. Сонда екі-ақ машина мынандай тас төкті, оны жайып беріп кетті. Өзім бәлзадан шыға қалғам. Міне мама төгіп жатыр дейді келін. Қайта барасың. Тағы 1-2 күнден кейін, 1 айдан кейін тағы келіп 1-2-еуін төкті. Сонымен отырмыз. Или оны жөндемейді мына Абай көшесін. Абай көшесінде тұрам, енді міне пенсияға келіп отыр. Бұрыннан бері бірдей секілді болып тұр. Бірдей сияқты болып тұр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Топырақ, су, міндет аттап өтесің. Бітті балалар. Су қайдан келеді? Біз су көрмедік мына жерден. Қазір су жоқ, бұрыннан болады. Жауын жауғанда тұрып батпақтап өтеміз. Қар ерігенде. Енді сіз жарайды, енді 45 жаста осы ауылдың болашағы жастар. Жастарға Келдім мына жұмысқа. Не керек екенін қайдан білейін, керек сол. Маған жолым жөндеп берсе болды. Одан басқаның керегі жоқ. Біздікі мына не ғой, Қазақстанның беті ғой. Жасау арасында болады ғой. Кішкене ұяттау арасында. А бірақ былай жақсы, Қытай деген осы дамып кетті осы. Қытай деген сұмдықтамыз кетті. Олар бәрі бар. Барсаңыз өтіп тұра шыққың келмейді. Ал бізде енді, бірақ біздікі жасап кетті. Жақсы біздікі де. Нормально, мен ойлаймын. Сіз Қытайдың компаниясы жұмыс істейсіз ба ма Қазақстанға? Жоқ, мен мысалға туристер кіргіземін, қайтадан шығарып беремін болды. Менің жұмысым өзі. Ал бақты туралы бақты енді жаңадан деген ғой, хакім Малой, өзіміздің ауылдың жігіті. Вот енді сол қолына алды бәрін. Мен өзім сенемін.